Ата-анамен байланыс мен үшін серіктестік. Біз бірге өсеміз, бірге бала тәрбиелейміз. Әр ата-ана мені тек мұғалім ретінде емес, баласына жақын жан ретінде қабылдайды. Бұл мен үшін ең үлкен марапат. Мектеп пен ата-ананың өзара байланысы оқушының тұлғалық дамуы мен тәрбиесіндегі басты шарттардың бірі. Тиімді ынтымақтастық орнату баланың білім алуына, тәртіп пен құндылықты бойына сіңіруіне зор әсерін тигізеді. Менің тәжірибемде ата-анамен өзара әрекеттестік мына бағыттар арқылы жүзеге асырылады. Біріншіден, ашық әрі тұрақты байланыс орнатып, ата-аналармен WhatsApp тобы арқылы үнемі ақпарат алмасу, апталық, айлық кері байланыс жүргізіп, мектептегі іс-шаралар мен сынып жетістіктері туралы хабарлап отыру. Екіншіден, ата-аналарды тәрбиелік және танымдық жұмыстарға тартып, ашық сабақтар менен сынып сағаттарына шақыру. Бірлескен мерекелік шаралар, кездесулер, тренингтер ұйымдастыру. Үшіншіден, жеке кеңес беру және қолдау көрсету. Әр оқушының оқу үлгерімі мен мінез құлқына байланысты жеке әңгімелер жүргізу. Отбасындағы тәрбиелік жағдайды ескере отырып, бағыт-бағдар беру. Төртіншіден, ынтымақтастық мәдениетін қалыптастырып, ата-ананың пікірін тыңдап, ортақ шешім қабылдап, мақтау мен марапаттарды жүйелі қолдану. Нәтижесінде ата-аналар балаларының оқу процесіне белсенді араласып, мұғалім мен ата-ана арасында сенім артып, ал оқушылардың мотивациясы мен жауапкершілігі арта түседі.